Бүгін бізде өзін-өзі басқару оқушылар сабақ жүргізіп жатыр. Әлібек мұғалім, қандай тапсырма бердіңіз оқушыларға? Мен бұл жерде Телехан Медетбек Ұлының тәуелсіздік өлеңі туралы 3 топқа балаларды бөліп, және де оларға әр топқа бөлек-бөлек тапсырмалар берді. Бірінші топқа тәуелсіздік туралы кластер, екінші топқа 6 өлең, үшінші топқа тәуелсіздік туралы эссе. Және қазір сол тапсырмалар балалар орындап тақтаға шығып қалады. Жалпы қалай ойлайсыз, деңгейі әртүрлі емес пе? Әртүрлі емес пе деңгей? Бірінші топқа тым жеңіл тапсырма, екінші топқа орташа тапсырма, үшінші топқа қиын тапсырма. Әлде балалар өз еріктерімен отырды ма әр топқа? Иә, сол өз еріктерімен отырды балалар. Онда түсінікті. Жақсы. Аңсар қазір оқиды. Тәуелсізбін, ешкімге бағынбаған, тәуелсізбін, ешкімге табынбаған, тәуелсіздік алған күнім есімде, тәуелсіздік ешкімге алынбаған.